Сәлем достар, көктемгі тірліктің бірі ол шөп жұлу. Сіздерге қарап отырмай ертегі айтып берейін. Ертегінің аты өнер сатып ем. Бір ісмер болыпты. Теміршілік, өрімшілік, ағашшылық, тігіншілік дейсіз бе, бәрі де қолынан келеді екен. Білезік, жүзік, күміс, түйме, сырға, түйреуіш жасағанда тіпті майын тамызады екен. Әйелі де осы дүниелерін әсемдігі үшін тер төгеді. Олардың қолынан шыққан заттар жылтырап атта, сылдырап білекте, қылпылдап қынапта жүрсе де, тапқандары өздеріне жұтымнан аспайды да, тақырлау өмір кешеді. Еңбектерінің біразы несиеге кетіп, қоралы қой болып елде жүргенімен ұстап шаққа жарымайды дегендей, от басында көлденең көк темірі де болмайды. Онда киіз болушы ма еді? Жалпита тігілген қосының іргесі белуардан қазылған жар кереге. Оң жақтағы өнерге қолданылатын саймандарының ортасында ата мирасы жарғақ көрік жәмп-жәмп етіп бір қолды ұстайды. Біреулер бір тостаған арпа, бірі бір түктен бидай, не бір бөлшек шай, немесе бір жілік ет әкеліп, бірі пыстан, бірі тоға, бірі таралғы сияқты заттар соқтырып алып кетіп жатады. Осы өнер ұясының лашығында бір күні әдемі ер тоқым дайын болады. Ердің қаңқа басының өзі көздің жауын алады. Қасы қара сырмен сырланып, күміспен апталған, жиегіне талауратып алтын жүргізілген, арқалығы сары сырмен сырланған, қапталы қара термен қапталған, оқпаны жалтырауық түспен айшықталған, тебінгіге сұқ саусақтай жұмыр бедер түсіріліп қойылған, тоқымының көмкерінісі көпшік шекірген былғары, өмілдірік пен құйысқаны қатарланған 3 жырлы 21 таспалы, қасқыр соғарға лайық сом жасалған. Үзеңгі, қойшы әйтеуір жүрген ноқта, жырым шеттігіне дейін атқа саларлықтай сай болып шыққан. Ер тоқым біткен күннің ертеңінде аларман да жетіп келеді. Ол бір мырза жігіт екен. Сауда күзет болғай ақсақал деп кірді ол үйге. Айтқаның келсін балам, деп қарсы алды Дархан ұста. Қонақтың көкейіндегі бұйымтай оны қарап отырғызбайды. Па шіркін, мына ертоқымдай бағасына келіспейміз бе дейді. Алтын ерің атқа тисе, алтынын ал да отқа жақ дейді ғой қазақ. Жарымаса өзіміздікі мал танисың ба? Жақсы аттың басы 100 қой, ал мынаны мен 150 қойға беремін бе деп қояды да артынан қалауың білсін деп аларманның еркіне береді. Саудаласа келіп, ақыры бұзаулы сиырға ер тоқымды беріп, мырзаны жолға салады. Бір күні ер тоқымымен ат аунап, ердің қасы қақ бөлініп қалады. Қараса ердің қаңқа басы сиырдың тезегінен құйып жасалған екен. Жігіт ісмірге келіп мән-жайды айтады. Оған қария, ат аунағанда сынбай қандай ер шыдасын, бірақ мен саған ер тоқымын сатқан жоқ дейді. Сөзге түсіне алмаған мырза, о не дегеніңіз, дейді таңғалып. Мен саған өнер сатқан едім, деп түсіндіреді де, қария тезек ерді қақтан қайыңнан шабылған ерге ауыстырып береді. Бұл мәрттігіне разы болған аларман ақысына бір тайынша қосады. Ісмердің де өз еңбегіне ақыны толығырақ алғаны осы екен. Достар, ертегі ұнады ма? Бұл нұсқам қалай екен? Пікірге жазып кетіңіздер.